Армысыздар көрермендер, тот басқан пышақ деп аталатын әсерлі әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тот басқан пышақ. Бір адамның өмір сүруге деген құлшынысы кеміп, бүкіл жолы жабылып, түңілердей болады. Өзін ешкімге керек еместей сезінгеннен өткен азап бар ма? Үйіндегі жылтыраған заттың бәрін сатып жіберген. Сондағы күнделікті нан суын тауып іше алмайтындай төменге түсіп, шың басынан шыңырау қызға құлдырап, тіпті мас күйде бұлдырап жатқанда көзіне кереует астындағы бір қобдиша түсті. Ей, мына менің бір кездегі қобдишам емес пе? Осының ішінде не бар екен? Сатуға тұратын бір зат табылса жақсы деп жорғалап барып, кереует астына қолын созып, шаң басып, мың қабат шүберекпен баттасқан көне қобдишаны суырып алып, ішін ақтара бастады. Мынаны тазартып қайрап алсам, сонда бір жартылыққа жететіндей пұл құрар. Деп таттан жүзі көрінбей қалған кездікті жеңіне сүртті. Одан қайрақ іздеді. Қобдишаның түбінен сынық қайрақ тауып алды. Пышақты соған қайрады. Одан сыртқа шығып құммен тазалады. Есігінің алдындағы тасқа жаныды. Қайтадан қайраққа салды. Біраз терін төкті ғой. Әбден таттанып пышақ екені білінбей қала жаздаған дүниенің пішіні шыға бастады. Не керек? Өзі де бұрынғы бесаспап шебер емес пе? Пышақты татынан арылтқанша бірнеше күн қайрайды. Жүзі жарқырап, өзі сондай үшкір, жүзі қылпып тұрған өткір пышаққа айналған күні өз ісіне көңілі толған бейбақ: енді ұсқының кірді. Сені сатып алатын адам табылатынына сенімдімін. Мынандай өткір пышаққа бір шөлмек емес, бір жәшік арақ алатын шығармын деп ойлады. Сөйтіп тұрғанда көршісі келе қалды. Амансың ба, көрші? Сенің мал соятын өнерің бар еді ғой. Құрбан айт кезі бір үлкен ісек әкелген едім. Соятын қасапшы таппай отырмын. Көмектесіп жіберші. Қолыңда керемет кездік тұр ғой. Біздің үйде не көп пышақ көп, бірақ мынадай алмас емес деп, бұны қояр да қоймастан ауласына апарды. Аз уақыттың ішінде ісекті сойып мүшелеп берді. Көршісінен алғыс алды, үйінде қонақ болды. Дастархан басында мұның шебер мал союшы екенін естігендер айттың қалған 2 күнінде өздеріне шақырып пышағын әбден сынады, әрі ең жақсы іске жұмсады. Адамдар алғыспен қоса қалтасына ақша салды. Құрбандыққа шалған малдың етінен ет те бөліп берді. Аз күннің ішінде үй ішінің әл-ауқаты оңалып, өзгеріп сала берді. Содан бұрынғы шебер пышағын ұстап отырып ойланды. Сен ғой, тот басып пәлен жылдан бері аяқ астында жаттың. Мен сені іздемедім, мен бүліндім. Сені басқан тот мені де оңдырмай басты. Жүрегім қарайды. Бар жақсы қасиетімнен айырылдым. Білген өнерім де ұмытыла бастады. Сені қалай тауып алып, таттан тазарттым. Сол сәттен бастап сен пайдаға астың. Адамдарға да көп пайдаң дейді. Сенің арқаңда мен де жұрттан жақсы сөздер естідім. Мен түсіндім. Мен де тап сен сияқты ішім сыртымдағы таттан тазалануым керек екен, деп адам дұрыс жолға қайтып оралды. Көп уақыт өтпей тұрмысы түзеліп байыды. Ел жұрт оны сыйлайтын, құрметтейтін адамға айналды. Хас шебердің қолына қайта оралған өткір пышақ осылай иесін жөнге салды. Түзу жолға түсуіне себеп болды. Кейде түзу жолынан адасып жүрген адамға біздің бір жылы сөзіміз алмастай жарқ етпек қылығымыз керек болып тұратын секілді. Жамандыққа жұмсалмайтын өткір пышақ та, жылы құшақ та бола білейік. Авторы Мұнайдар Балмолда. Бұл әсерлі әңгіменің соңы емес. Тағы да осы секілді әсерлі әңгімелерді тыңдау үшін алдымен каналға тіркеліп, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерге пайдалы болса, біз үшін де сол үлкен жетістік.